Баршаңызға қайырлы күн, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге цезарь салатының рецептісімен бөлісейін деп отырмын. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алдымен корей капустасын осылай төрт-бүріштетіп турап алдым, барлығын жақсылап. Ортасында өзегін алып тастадым, себебі қатты болып қалады жеген кезде, және қышқылдан беретін болғандықтан. Барлық капустаны турап алғаннан кейін оны арнайы ыдысқа орналастырдым. Және черри помидорларын екі бөлікке бөліп, барлығын жақсылап турап алғаннан кейін капустаның үстіне орналастырдым. Және мендегі бөдене жұмыртқасы, оларды да суға қайнатып алғаннан кейін осылай қақ ортасынан екіге бөліп, барлығын жақсылап турап алдым. Көбінде цезарь салатын тауық филесімен жасап жатады, бірақ мен тауық рулетімен жасадым. Дәмі өте керемет, ерекше болып шықты. Барлығын осылай жақсылап төрт-бүріштетіп турап алғаннан кейін тағы да оны екі бөлікке бөліп алдым. Сіздерге де дәл осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін, себебі өте дәмді, ерекше болып шығады. Және рецептілер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Енді біз соусын жасайтын боламыз. Сол үшін бізге жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық бұрыш, майонез, лимон сығындысы және теркадан осылай 3 бас чеснокты өткіздім. Жарты шай қасық горчица қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Салаттың үстіне осылай кепкен нандарды қостым және соусты қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Дайын болған салаттың үстіне теркадан өткізілген сыр қосып ұсынсаңыздар болады. Өте керемет көрініс және дәмі де өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.